Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің география пәні мұғалімі Садуова Ақерке Қайратқызы. Бүгінгі тақырыбымыз дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп. Сабағымыздың мақсаты ауыл шаруашылық, өнеркәсіп шаруашылық салаларын жіктеу арқылы маңыздылығын түсіндіру. Бүгінгі сабақта не үйренесіздер? Шаруашылық және оның салаларын білесіздер. Ауыл шаруашылығының ерекшеліктерімен танысасыздар. Мына суреттерге назар аударыңыздар. Не көріп тұрсыздар? Қандай ой айтасыздар? Өте дұрыс айтасыздар. Яғни, бұл біздің бүгінгі тақырыбымыз дүниежүзілік шаруашылық салалары бейнеленген суреттерде және де ауыл шаруашылығы және өнеркәсіпке қатысты суреттер көрсетілген. Ал енді дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз не? Дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз бір-бірімен дүниежүзілік экономика арқылы байланысып, тарихи қалыптасқан дүниежүзі елдерінің ұлттық шаруашылығының жиынтығы. Шаруашылықтың дамуына бірден бір себепші болған ұлы географиялық ашылулар 15-17 ғасырлар. Жаңа жерлер мен континенттердің ашылуы сауда жасауды дамытты. Өнеркәсіптік революция машина индустриясының дамуына ықпал етті. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында дүниежүзілік шаруашылық қалыптасты. Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы ел экономикасының азық-түлік, тоқыма, аяқ киім, былғары және тағы басқа өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ететін сектор болып табылады. Ауыл шаруашылығы құрылымына қарай екі үлкен салаға бөлінеді: мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы. Мал шаруашылығына нелерді жатқызамыз? Жылқы, қой, түйе, ірі қара, шошқа, құс, марал шаруашылығы бар. Яғни, осылардың барлығы бір сөзбен мал шаруашылығы саласына жатады. Келесі, өсімдік шаруашылығына дәнді дақылдар болып бөлінеді. Техникалық дақылдар, бақша және жеміс-жидектер болып үшке бөлінеді. Дәнді дақылдарға бидай, күріш, тары, жүгері, арпа, сұлы жатады. Ал техникалық дақылдарға, майлы дақылдарға зәйтүн, қантты, қант қызылшасы, талшықты, мақта, крахмалды, картоп, сергітпе, шай, дән татымдық лавр жатады. Бақша жеміс-жидектеріне жүзім, цитрус, банан, бақша дақылдары және гүл өсіруді жатқызамыз. Ауыл шаруашылығын жүргізудің негізгі екі тәсілі бар. Яғни, біріншісі тауарлы ауыл шаруашылығы интенсивті тәсіл. Бұл жерде интенсивті егіншілік және жемшөп даярлайтын мал шаруашылығы, бау-бақша, ауыспалы егіншілік, жайылымдық мал шаруашылығы жатады. Ал тұтынушы ауыл шаруашылығы экстенсивті тәсілге. Бұл жерде дәстүрлі шаруашылықтың бір түрі болып табылады. Жерді жыртып, егін егу, көшпелі немесе жартылай көшпелі мал шаруашылығы, аң және балық аулау, жеміс-жидек өсіру және тағы басқалар жатады. Енді өнеркәсіпке келетін болсақ, өнеркәсіп ол материалдық өндірістің жетекші саласы болып табылады. Қалыптасуына қарай өнеркәсіп үш үлкен топқа бөлінеді: ескі салалар, жаңа салалар және ең жаңа салалар. Ескі салаларға өнеркәсіптік революция кезінде пайда болғандар: тас көмір, металлургия, тоқыма, бу машинелерін жасау тағы басқа жатады. Қазіргі таңда бұл салалардың өсу қарқыны баяу. Ал жаңа салалар ол 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ғылыми техникалық прогреспен анықталатын салалар: автомобиль жасау, пластмасса өндірісі, химиялық талшық жасау және тағы басқа. Ең жаңа салаларға ғылыми техникалық революция заманында пайда болды және ғылымды көп қажет ететін салалар. Бұл микроэлектроника, микробиология, робот жасау және тағы басқа. Ал енді балалар,
Назарларыңызды мына бейнематериалға аударыңыздар. Өнеркәсіп қоғамдық өнім мен ұлттық табыстың басым бөлігі жасалатын материалдық өндіріс саласы. Өнеркәсіп ұлттық экономиканың шикізат, отын, энергия өндіру мен ағаш өнімдерін дайындаумен, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық шикізатын, өндіріс құрал жабдығы мен тұтыну заттарын өңдеумен айналысып, зауыттарды, фабрикаларды, кеніштерді, шахталарды, электр станцияларын біріктіреді. Екі үлкен топтан тұрады. Біріншісі өндіруші өнеркәсіп. Бұл топ мұнай, газ, көмір, шымтезек, тақтатас, тұз, қара және түсті металл, кентасқа жатпайтын құрылыс материалдарын өндіру, ағаш дайындау, энергетикалық шикізат алу салаларын қамтиды. Екінші топ өңдеуші өнеркәсіп. Ол қара және түсті металдар, қақтама машиналар мен жабдықтар, химиялық өнімдер, цемент және басқа құрылыс материалдарынан ағаш өңдеу, жеңіл өнеркәсіп пен тамақ өнеркәсібі өнімдерін өндіруден, өнеркәсіп бұйымдарын жөндеуден құрылады. Сондай-ақ өнеркәсіп өндіріс құрал жабдығын өндіретін өнеркәсіптің түрі. А тобы мен тұтыну заттарын өндіретін өнеркәсіп Б тобы салаларына бөлінеді. Өнімнің бір тобы түгелдей А тобына, станоктар, өнеркәсіптік тракторлар, жабдықтар, қара және түсті металл кентастары, минералдық тыңайтқыштар жатады. Екінші бір түрлері түгелдей Б тобына: тігу, тоқыма бұйымдары, нан, тоқаш өнімдері, тағамдық, балық өнімдері, жиһаз, тоңазытқыш, телевизорлар жатады. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Өнеркәсіп саласы бұл қызметті ұқсас өнімдер өндіретін кәсіпорындар жиынтығы. Шамамен бірдей технологиялар, техникалық базаларды пайдаланады. Өнеркәсіптің салалық құрылымы екіге бөлінеді: ауыр өнеркәсіп және жеңіл өнеркәсіп болып. Ауыр өнеркәсіпке мына картаны пайдалана отырып, картамен жұмыс жасауларыңызға да болады. Және де оның түрлерін анықтауларыңызға болады. Ал жеңіл өнеркәсіпке де дәл осылай карта арқылы жұмыс жасай отырып, жеңіл өнеркәсіп түрлерімен танысып көрулеріңізге болады. Ауыр өнеркәсіпке нелер жатады? Отын өнеркәсібі, металлургия, химия, машина жасап жатады. Ал жеңіл өнеркәсіпке тоқыма, тігін, былғары, фарфор, баяныс жатады. Ал енді ойнайық та ойлайық аялдамасына да келіп жеттік. Сергіту сәтінде сіздерге мынандай сұрақтар қоямын. Сіздің аймағыңызда мал және өсімдік шаруашылығының қандай салалары дамыған? Олар қандай жолдармен дамиды? Экстенсивті ме, әлде интенсивті тәсілмен бе? Жақсы балалар. Тағы да бір сұрағымызға жауап айтайық. Ауыл шаруашылығын дамыту үшін қандай салалар керек деп ойлайсыз? Яғни, ауыл шаруашылығын дамыту үшін машина жасау саласы, химия өнеркәсібі даму керек. Себебі егін шаруашылығына трактор, комбайн қажет болады. Ал ауыл шаруашылығының өнімдерін өңдеу үшін қандай салалар даму керек? Ауыл шаруашылығының өнімдерін өңдеу үшін тамақ және жеңіл өнеркәсіп өте қажет. Мысалы, бидайдан ұн, макарон, тағы басқа өнімдер жасалса, мал терісінен аяқ киім жасалады. Енді балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша кері байланысқа өздеріңіз мынандай стикер арқылы маған кері байланыс жіберулеріңізге болады. Өте жақсы, түсіндім, немесе мен сабақты түсінбедім, немесе әлі де ізденуім керек деп жазсаңыздар болады. Үйге тапсырма: өз аймақтарыңыздағы бір кәсіпорынға жоспар бойынша сипаттама беріңіздер. Кәсіпорынның атауы, шаруашылықтың қандай саласына жатады, не шығарады, мамандануы, дамуының проблемасы мен перспективасы, яғни болашағы. Және де бұл кәсіпорында сенің ата-анаң немесе туысқандарың жұмыс істейді ме? Сол бойынша қысқаша ақпарат, осы жоспар бойынша сипаттама бересіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.